Тағдыр тәлкегі. 2011 жылы ұлыма аяғым ауыр кезде ауруханаға түстім. Сол кезде жанымда 1993 жылғы Айнұр есімді қыз жатты. Көзі ісіп кеткен, жылап отыр. Телефоны шырылдап дамыл берер емес. Ойымда ештеңе жоқ, телефоныңды алсай дедім. Көзін бет орамалмен сүртіп жылай берді. Көз жанары мұңға толы жас қызды мұнша жылатқан қандай жағдай болды екен деп іштей білгім келді. Жайлап қасына барып, не болғанын сұрадым. Басында ештеңе айтқысы келмегенімен, ішіңдегі мұңды шығар, бір жеңілдеп қаласың дедім. Жасын тыйып, әңгімесін былай бастады. Мен үйдің үлкен қызы едім. Менен кейін інім бар. Әкем Ақтау қаласында вахтада жұмыс жасайды. Ал анам үй шаруасымен айналысады. Інім мектепте оқиды. Шанхай аумағында тұрамыз. Мен мектепті бітіріп, Қызылорда қаласына Мәншүк Мәметова атындағы гуманитарлық колледждің ақылды бөліміне бастауыш білім беру мамандығы бойынша оқуға түстім. Бірінші курсты оқып жүргенімде Еркін есімді жігіт қыр соңымнан қалмай, үйге барсам да, сабаққа барсам да көлеңкем сияқты ізімнен ере берді. Сабақта отырсам, сені сыртта күтіп тұрмын, қашан шығасың деген хабарлама жіберді. Телефонымды өшіріп тастап, сыртқа шықсам орындықта жайғасып отыр екен. Көрсем де көрмегендей, танысам да танымағандай жанынан өтіп кете бердім. Артымнан жүгіріп келіп, қайда асығып барасың? Үйге. Не болды? Асығыспын, айтарыңды тезірек айтшы. Менің айтатыным маңызды, көшеде айтылатын әңгіме емес деді. Екеуміздің арамызда қандай маңызды әңгіме болуы мүмкін? Мен сені танығаным кеше ғана дедім. Иә, дұрыс айтасың. Мен сені оқуға түскелі бері білемін. Айнұр, сен мені дұрыс түсін. Мен саған ғашықпын. Осы сезімімді өзіңе білдіргім келіп қанша оқталдым. Бүгін саты түсіп тұр деді. Сен де ренжіме, мен сені әлі толық білмеймін. Және менің жүрегімді жаулап алған басқа бір жан бар дедім. Ол кім? Бізде оқи ма? Мен танимын ба деп сұрады. Танымайсың. Уақыты келгенде білерсің деп кетіп қалдым. Бізден бір курс жоғары оқитын Данабек есімді жігітті ұнатып сөйлесіп жүрдім. Бірақ менің өзінде көңілім барын білмейді. Сабақ аяқталып, аялдамада тұрмыз. Аяқ астынан Еркін келіп, бауырым, бір минутқа келіп кетесің бе деп Данабекті жанына шақырып алды. Не айтып жатқанын білмеймін, бірақ Еркіннің аузына дамыл болмай сөйлеп жатыр. Ал Данабек болса үнсіз ғана маған қарап тұр. Ештеңе түсінбей жандарына барғаным сол еді, Данабек теріс бұрылып кетіп қалды. Еркін, не айттың оған? Теріс бұрылып кетіп қалатындай деп сұрадым. Ештеңе, сенің жеткізе алмай жүрген сезіміңді мен жеткіздім. Не айтып тұрсың? Сенің оған ғашық екеніңді, сол үшін менің сезіміммен ойнағаныңды айттым. Онда тұрған не бар? Сенің басыңды бір жола Данабектен босатып бердім. Енді жүрегің мені қабылдайтын шығар. Сен неге олай жасадың маған? Мен туралы не ойлайды енді ол деп жылап кетіп қалдым. Бірінші курсты бітіріп, жазғы демалысымызда кафелерде даяшы болып жұмыс істеп жүрдім. Жұмыс уақыты таңғы 10-нан түнгі 3-ке дейін болды. Күнделікті үйден шығып, жұмысқа қарай аяңдадым. Жолдың жиегінде келе жатқанымда жаныма бір машина келіп тоқтады. Ішінен 4 бала шығып, мені көтеріп машинаға салып алды. Қанша қарсылассам да бір өзімнің неге әлім келсін. Машина іші қап-қараңғы, ештеңе көрінер емес. Сендер кімсіңдер? Мені қайда алып барасыңдар деп айғайладым. Кенет Еркіннің даусы шықты. Айнұр, сен ренжіме. Біз сені алып бара жатырмыз. Менің осыған жеткізген өзіңсің деді. Еркін, сен сонда жақсы көргеніңді осылай білдіресің бе? Иә, басқа амалым жоқ. 4 жыл соңыңнан жүрдім. Үйдегілер күнде айтады үйлен деп. Ал мен сені әлі жақсы көрем. Сол себепті саған үйленгім келеді. Неге менің қолымды қайтара бересің? Жүрегің тас болып қатып қалған ба? Мен жыласам сен бақытты боласың ба деді. Шын сүйсең ата-анамның алдынан өтіп, неге келісіммен алмайсың деп мен жылай бердім. Ата-анаңның рұқсат керек емес, сенің өзің керексің маған деді. Үйдегілер дайындалып жатыр. Мен келін әкелемін деп айтып қойғанмын деп үйіне қарай басты. Алып барсаң алып бара бер, бәрібір отырмаймын. Ата-анаң да сен де жұртқа масқара болып қалатын өздерің дедім. Қайдан білейін, осы сөзімнен кейін айнып, қайтадан апарып тастайтын шығар деген ой менікі. Сөйтсем қателесіппін. Үйіне келдік. Үй жағында бір топ адам. Айтқанына сенбеп едім,
көзбен көргеннен кейін қорқа бастадым. Екі жеңгесі келіп, мені машинадан түсірді. Бір кісі келіп орамал жауып жатыр. Мен үйленбеймін, жігітім бар, жіберіңдер, соттатам бәріңді. Ұрлап алып қашқандарың үшін жауап бересіңдер деп жыладым. Бір жеңгесі менің атымнан хат жазып, маған қол қойғызып алды. Үлкен кісілер қазір қуғыншылар келеді деп мені жұбатып жатыр. Қуғыншы болып туысқан екі жеңгем, әкемнің қарындасы үшеуі келді. Сен өзің сүйген жігітіме қосылдым деп, рұқсатымды беріңіздерші деп жазыпсың. Өзің ұнатып келсең, біз қарсы емеспіз деп апам сөйледі. Ал мен қарсылық білдіріп, сөйлей бергенімде бір жеңгесі келіп шымшып қасыма отырды. Сонымен екі жеңгем, апам, ата-анамның сенімін ақта, абыройын ойла, осы үйге жағуға тырыс деп кетіп қалды. Тойын бір айдан кейін жасаймыз деп беташар жасап қана қойды. Сол күннен бері таңертең енем келіп, есікті тарсылдатып оятады. Күйеуім тұрсай шай қойсай деп, есіктен мені шығарып жіберіп, өзі қайтадан ұйықтайды. Бұрын келін болып көрмегесін қайдан білейін? Енемнің қасынан өтіп кетіп, ас үйге барып шай қоюға кірістім. Сол кезде енем, мына келін аспаннан түскен бе? Неге сәлем салмайды? Әлде салғысы келмейді ме? Еркін тұрсай, келін алдық па деп қуансақ, мына келіннің сәлем салуға да жарамай қалды ғой деп айғайлады. Бөлмеден күйеуім еркін шығып, саған не, бәрін айтып отыру керек пе? Неге анама сәлем салмайсың? Сен үшін анаммен ұрсатын жайым жоқ. Келінсің бе? Келіндік міндетінді атқар деп айғайлады. Үнсіз жылап тұра бердім. Осылай күндер өте берді. Бір күні ерте тұрып үйді жинап жаттым. Кенет ішім тартылып ауыра бастады. Қазір басылар деумен біраз жүре бердім. Ішім одан да бетер қатты ауыра берді. Енеме барып, апа ішім тартып ауырып тұр деп жедел жәрдем шақырыңызшы деп сұрадым. Енем жедел жәрдем шақырды. Бізді облыстық ауруханаға апарып жатқызды. Дәрігерлердің тексеруінен кейін ішіңдегі баланың жүрегі соқпай тұр. Бала өспей қалған деді. Анама барып, біз сіздің келініңізді босандырып аламыз. Енді анасын амал алып қалуымыз керек деді. Баланы дәрігердің көмегімен босанып, атын қойып жерледік. Қанша дегенмен ішімде 6 ай көтергеннен кейін жаным қатты ауырды. Баламнан айырылғаннан бері ештеңеге зауқым соқпай, әлсіреп тек жылай бердім. Сол кезде күйеуім айғайлап, баланы өзің өлтірдің, енді неге көзіңнен сораң ағып отыр? Бір бала тууды қолыңнан да келмейді. Сені сол кезде қалай жақсы көргенмін деп қолын сілтеп кетіп қалды. Қиналғанда жанымда жұбанышым болудың орнына айтып тұрған сөзіне қатты ашуландым. Күндер золап өтіп жатты. Бір күні көрші апалар үйге келген, енеммен сөйлесіп отыр екен. Мен сәлем салып шай қоюға кірістім. Келген кісілер келінің қалай, қиын болған екен, неден олай болды деп сұрап жатты. Сонда енем, тіптен білмеймін неден екенін. Өзі туғысы келмей ішін тартып тастаған шығар, жүрегі соқпай қалыпты. Енді бала туа алмайды ол деп қатты айтты. Бұл сөзді естіп қатты ызаланып жыладым. Жылап көзім ісіп кеткен. Үйге күйеуім келіп жұмыс барысымен Жалағаш ауданына баратынын айтты. Өзі бастықтың жүргізушісі болып жұмыс жасайтын. Мен тамақ шайын беріп шығарып салдым. Сәл жата тұрайын деп қисайғаным сол еді, телефонның шырылдаған дауысы естілді. Сөйтсем, еркін телефонын тастап кетіпті. Сөйтсем, Әйгерім есімді қыз хабарласып жатыр екен. Мен телефонды алып үнсіз тұра бердім. Сонда ар жағындағы қыз, болсай қайдасың? Әлде әйеліңнен шыға алмай жатсың ба? Күнделікті жерде кездесеміз, мен күтіп тұрмын. Бол тез деп телефонды қоя қойды. Төбемнен біреу салқын суды құйып жібергендей болды. Күйеуім келген кезде Әйгерім деген қыз саған хабарласып, кездесетін жерде күтіп тұрғанын айтты. Ол кім дедім. Сен неге телефонымды аласың деп өзіме дүрсе қоя берді. Мен еркекпін. Сен менің шаруама араласпа. Өзің бала туа алмайсың. Маған ненің дұрыс екенін үйретейін дедің бе деп боқтап шапалақпен салып жіберді. Үндемей жылап бөлмеме кіріп кеттім. Сөзімізді естіп тұрған енем, ол еркек болғасын жүреді қыздармен. Баламның мазасын алма деп айғайлады. Осылайша енем мен күйеуіме қарсы келмей үндемей шыдап бақтым. Арада бір жыл өткен соң екінші балама аяғым ауыр болды. Таңертең ұйықтап қалыппын. Тұрып, енеме сәлем салып, шай қойдым. Қабағы түйіліп енем күйеуіме, әйелің 2 қабатпын деп басқа шыға ма? Неге жұрттың келіндері сияқты ерте тұрып, шайын қойып міндетін атқармайды? Басқа келіндерді қарасам, ішім жылып сала береді деп сөйледі. Күйеуім болса, сен не бала көтергеніңді міндетсініп жүрсің бе? Әлде үй шаруасымен апам айналысу керек пе? Үйренетін уақытың болды ғой, қашанға апамды сөйлете бересің деп мені ұрып, итеріп үйден шығарып жіберді де, бар төркініңе еркелеп жат. Қашанға жатқызар дейсің?
Сендей жалқау әйел керек емес маған деп киім-кешегімді, телефонымды лақтырып, есікті жауып алды. Мен үйге баруға арланып есік алдында жылап отырдым. Жалындым, кешірім де сұрадым. Бірақ мен үшін ол үйдің есігі мәңгіге жабылғандай көрінді. Жылап-жылап қан қысымым көтеріліп кетіпті. Өзімді жайсыз сезініп, өзімнің анама хабарластым. Анам менің мына түрімді көріп, не жағдай болды деп сұрады. Кінә менен, таңертең ұйықтап қалыппын, соған енем мен күйеуім ашуланды дедім. Төркініме осындай жағдайда барғаныма өзімді іштей жедім. Үйге дәрігерлер келіп, мені ауруханаға алып кетті. Сонда дәрігерлер, балаңның жолдасы дамымай тұр, кислород жетіспей тұр балаңа, патологияға жатуың керек деді. Бірінші балаң өлі туылғаннан кейін сен біздің бақылауымыздасың деді. Ауруханаға жаттым. Күйеуіме хабарлассам телефонын алмайды. Анам да қайын жұртыма барып кешірім сұрап, менің ауруханада жатқанымды айтыпты. Сонда енем, қызыңның жалқаулығына тойдым. Айналдырған тамақ, шай, күйеуінің менің киімдерімді жуу, үй жинау, сол жұмыстарды тиянақты жасамайды. Одан қалса күйеуін бей-берекет қызғана береді. Балама зекіп айғайлап тастайды. Мұндай келін керек емес бізге. Келгеннен ұнамаған қызыңыз маған. Амал жоқ, балам ұнатқан соң келін етіп қабылдадым. Баламды басқа қызға үйлендіремін деп айтыпты. Бұл анама қатты соққы болып тигені анық. Дәрігер анамды шақырып алып, қызыңыздың денсаулығын бақыладық. Бірінші жүктілігінен кейін біздің назарымызда. Қазір балаға кислород жетіспей жатыр. Ананың да баланың да жағдайы бізді алаңдатып отыр. Күткенмен пайда жоқ, баланы операциямен аламыз. Бірақ аман қалады деп уәде бере алмаймыз депті. Анам келіп маған айтқанда есеңгіреп қалдым. Осыншама уақыт күткен балам тағы да мені тастап кетсе, қалай төземін? Арада қанша уақыт өтсе де еркінді келер деп күттім, бірақ келмеді. Тағдыр маған қаншама қиындық көрсетсе де мейлі, тек балапаным аман болсыншы деп жылап отырып әңгімесін аяқтады. Баламды аман алып қалыңдар деп дәрігерлерге қаншама жалынғанымен, ол баланың да көрер жарығы болмады. Баласы шетінеп кетті. Осы оқиғадан кейін бұл өмірге деген өкпесі өшер емес. Бір жағынан баласы шетінеп, енді бір жағынан ененің күн бермеуі, күйеуінің сатқындығы жанына жай таптырмады. Өзін ұнатып, құлай сүйген жігітті осылайша тастап кетеді деп ойлапты ма? Біреуді жылатып, ешкімде бақытты бола алмайды. Қатал тағдыр сынға алған бұл қыздың тағдырын кім түсінер, кім ұғар? Авторы Ләззат Тайбосынқызы.